Сәлем баршаңызға. Кеш жарық. Бүгінгі эфирде сіздермен коллаген туралы айтатын боламын. Қазір енді коллаген деген сөз көп кездеседі. Қайда барсақ та, кез келген мысалы компанияда, кез келген жерде коллаген деген сөзді көп естіп жатамыз. Даусым естіліп тұр ма? Коллаген деген не, жалпы коллагенді кімге ішу керек, сол туралы бүгін тереңірек айтып өтейін сіздерге. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Кіреміз, тез команданы шақырып жіберейік. Коллаген бізде Coral Club компаниясында коллаген бар. Барлық компанияда жалпы коллаген бар, көп компанияларда бар коллагенді. Коллаген жалпы рынокта бар. Бірнеше түрі бар коллагеннің. Коллаген деген қазір хит өнім. Екінің бірі қазір коллаген шет. Коллаген қазір моде болып кетті былайша айтқанда. Бірақ барлығы көпшілігінің түсінігі коллаген тек қана для красоты, косметологияда қолданады. Косметологтар көбіне рекомендация береді. Для красоты қолданады, тек қана әжімді кетіру үшін деген көп адамда солай түсінік қалыптасып қалған. Мен енді сіздерге как биолог ретінде түсіндіруге тырысайын. Бұл тек қана ол косметологияда емес, тек қана ол для красоты емес, жалпы адамның өзі құрылыс биологтан, коллаген деген биолог бұл. Жалпы адамның құрамында 28 амин қышқылы бар. Коллаген деген сол биолог, сол амин қышқылдары бар құрамында. Бірнеше амин қышқылдары бар. Сол біздің ағзамыздың өзі бірнеше барлық коллагеннен тұрады. Барлық мүшеміз біздің коллагеннен тұрады. Сол үшін бізге керек. Қазір жеке-жеке тоқталып өтетін боламын. Коллаген деген амин қышқылы, коктейль амин қышқылы деп аталады. Коллагенді түрі көп, коллагеннің түрлері өте көп. Мысалы, сұйық түрінде болады коллаген, порошок түрінде болады, таблетка түрінде болады. Коллагеннің бірнеше түрлері бар. Біздің компанияның коллагені сұйық коллаген. Коллаген біздің компанияның мынандай коллаген қазір тоқталатын болам, толығырақ. Сыртқы коробкасы мынандай, міне осы біздің компанияның коллагені. Басқа компанияларда кішкентай стик түрінде болады, немесе порошок түрінде болады, таблетка түрінде болады. Коллагеннің бірнеше түрлері бар. Коллаген әртүрлі жолмен алынады. Говяжий коллаген бар, птичий коллаген бар и морской коллаген бар. Біздің Coral Club компаниясының коллагені морской коллаген. Қазір қандай артықшылықтар бар екен айтып өтетін боламын. Жалпы адамның ағзасы 60-90% коллагеннен тұрады. Біздің ағзамыздың барлығы коллагеннен тұрады. Біздің көздегі хрусталик ішіндегі ол да коллаген. Барлық қожамыз, теріміз, барлығы ол да коллаген. Сосудтарымыз, тамырлардың қабырғасы ол да коллагеннен тұрады. Сосын буындарымыз, барлық сүйек, буын, шеміршек барлығы да коллагеннен тұрады. Сосын қанның сарсуы ол да коллагеннен тұрады. Барлық біздің ағзамыздың почти 90% коллагеннен тұрады. Бізге яғни коллаген керек деген сөз. Не только бет. Көп жағдайда адам бетін тарттыру үшін, әжімді кетіру үшін деп былай ішіп жатады. 90%-міз коллагеннен тұрады екен. Сүйегіміз, бұлшықетіміз, көзіміз, даже асқазанның ішіндегі бүрі, шектегі, асқазандағы бүрдің барлығы да коллагеннен тұрады. Біздің адамның өзі сол коллагеннен құралған. Сондықтан біздің организмге коллаген керек. Коллагенді қайдан аламыз? Ет өнімдерінен аламыз. Малдың ет, мысалы, құйрық май дейміз, малдың майлы сорпасы, малдың майлы құнарлы еттен алынады. Сосын сиырдың еті болсын, қандай тауықтан алынады, жұмыртқадан, сүт өнімдерінен аламыз. Сосын көп жағдайда енді оны біздер көп ет жемейді. Қазіргі кішкентай балалар көп ет жемейді, құнарлы тамақты жемейді. Көпшілігінің жейтіні фастфуд, сосын чипсы деген сияқты, сок деген сияқты әртүрлі жеңіл-желпі тамақтарды жейді, коллаген жетіспей жатады ағзада. Енді коллагендің құрамында глицин, пролин, аланин дейтін амин қышқылдары бар. Глицин деген самый бізге біздің құрамында 3 грамм глицин, 1 грамм пролин и 1 граммға жетпейтін аланин бар құрамында біздің коллаген, Coral Club компаниясының коллагенінің құрамында.
глицин деген аптекада да сатылады. Жалпы неврология саласында невропатологтар неврология саласында көп қолданады. Ұйқыны тыныштандыру мақсатында береді оны. Сосын мына нервозность дейді, не жүйке жүйесі тұрақсыз адамдарға беріледі глицинді. Нервыны восстановить ету үшін береді. Сол жағдайда көбірек береді. Ол құнарлы амин қышқылы. Көп жағдайда коллагенді кешкісін ішкен ыңғайлы деп жатамыз ғой, коллагенді. Сол ұйқыны тыныштандыру үшін, жүйкені тыныштандыру үшін кешкісін ішкен қолайлы коллагенді. Қазір біздің коллагенге тағы да толығырақ артықшылықтарын айтып өтетін боламын. Жалпы коллаген туралы қазір ақпарат беріп жатырмыз сіздерге. Енді глицин деген ғалымдар тәжірибе жасап қараған глициннің қаншалықты маңызын жасушаға, біз жасушадан тұрамыз, жасуша неғұрлым жасуша жаңарған сайын организм уже жасара түседі. Біздің жалпы Coral Club компаниясының суын ішкенде суы жасушаға өтеді, клеточный уровень восстановить етеді, клеточный уровень өтеді жай суға қарағанда. Сол себепті жасушаға сіңімді жақсарады. Мына глицин туралы айтып жатырмын. Ғалымдар тәжірибе жасап қараған 97 жастағы қарт кісіге жасушасына глицинді берген. Сол кезде жасушасы жаңара бастаған. Бұл яғни глицин амин қышқылы коллагеннің құрамында болатын жасушаны жаңартады. Соның ішінде глицин митохондрия деген жасушаның құрамы бар. Митохондрия энергия береді, жасушаның бір органоиды, энергия беретін, энергия жасақтаушы, клетканы жасартатын органоид бұл деген. Сол именно сол глицин деген сол митохондрияны түзуіне көмектеседі. Неғұрлым митохондрия жаңарып көбейген сайын, түзілген сайын организм жасара түседі деген сөз. Міне сондай тәжірибе жасап қараған. Сол глициннің пайдасы өте көп. Міне бұл сондықтан да коллагенді ішетін болсақ, жасуша жаңарады, адам энергия пайда болады. Жаңарып жасара түседі деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Омоложение болады. Біздің коллагенді, Coral Club компаниясының коллагенін артықшылықтары өте көп. Бір ғана, мысалы, 6 штугын 8 күн ішкенде уже организмде күшті өзгеріс бола бастайды. Қазір ол туралы да айтып өтетін боламын. Сосын бана аланин деген, аланин бар, бана глицин дедік, сосын пролин тоже осы жасаруға, жасушаның бөлуіне өте жақсы көмектеседі. Активность молодостьта келеді, сосын миға керекті питаниені береді, успокаивающий сондай питаниені береді. Аланин деген печенді қаптап тұрады, қорғап тұрады. Печенді, бауырды қорғайды, пленка сияқты қорғап тұрады. Көбіне ішімдік ішетін, темекіні көп тартатын адамдарда соны ішу керек, себебі как бауырды қорғап тұрады. Сосын неге әйел адамдарда не бар ғой? Климакс басталып, климакстан қорғау аланин, сол климакстың алдын алуға климакс кезінде өте жақсы көмегін береді. Сондықтан да міндетті түрде коллагеннің құрамында бар, сонымен коллагенді ішсе болады. Сондықтан коллаген ішіндегі амин қышқылдары өте пайдалы. Сосын бана пролин деген, жалпы пролин регенерацияға жақсы қатысады. Регенерация деген қалпына келу. Мысалы, коллагенді ішетін болса адам тыртық кетеді. Мысалы, шрамдар, после кесарево бар ғой, после кесарево бізде бірнеше жағдай болған. После кесарево осы Coral Club'тың бір коробкасын ішкенде, 13 штугын ішкенде, после кесарево орны тыртығы кеткен. Регенерацияға өте жақсы көмектесетін осы пролин деген амин қышқылы бар, сол өте жақсы көмектеседі. После травмы, после кесарево, сондай суставтардың қалпына келуіне, барлығына, көзге өте жақсы көмектеседі. Көздің хрусталигіндегі, хрусталигінің өзі сол неден тұрады, коллагеннен тұрады, көздің көруіне де өте жақсы көмектеседі. Міне осы біздің коллаген. Енді Coral Club компаниясының коллагені несімен артықшылығы бар дейтін болсам, ең бірінші бұл жидкий түрде жақсы усваивается, жақсы сіңімді болады. Сосын пептидный, біздің коллаген пептидный деп тұр, пептид деген амин қышқылдарын цепочка сияқты
уақыттап тізбекте уақытаған сіңімді, клеткаға сіңімді деген сөз, ол пептидный деген өте сіңімді болады, ары қарай өтімді жасушаға өтеді деген сөз. Пептидный сұйық, екіншіден пептидный, үшіншіден бұл морской коллаген. Морской коллаген бұл адамның несіне, жасушасына жақын екен. Чем птичий, говяжьіға қарағанда. Сол себепті морской коллагенді тұтынған намного гораздо лучше болады. Көп жағдайда, мысалы басқа говяжьден, птичийден аллергия беріп кетіп жатады. Көп жағдайда адам организмде қарсы көрсетілім беріп жатады. Мына ревной деген өте жақсы. Біздің сосын коллаген, Coral Club компаниясының коллагені андай қолдан өсіретін балықтан алынбайды. Шотландиядағы кәдімгі жабайы балықтар Тайваннан жасалады, сол Шотландиядағы балықтардан алынған. Шкурек рыба, балықтың шкурысына жасалатын осындай коллаген сұйық. Сосын дозасына көп адам мән бермей жатады. Біздің коллаген арзан, неге қымбат деп жатады. Сосын көп компанияларда арзан жүгіреді, оны ары қарай салыстырып білмейді. Оның дозасы әр ненің амин қышқылының құрамындағы дозасы беріледі. 10.000 мг деген, бізде 10.000 мг, бір суточный дозасы 10.000 миллиграмм. Кейбір компанияларда 500.000 болады даже. Простой көбіне көп осы көріп жүрген арзан нелер 500.000 болады. Оның дозасы, оны сен қабылдау, өзіңе керекті коллагенді қабылдау үшін сен 500-тің бірнешеуін ішуің керек болады деген сөз. Көп жағдайда рынокта 5.000-6.000 қана бар. 10.000 доза коллаген деген өте негізі рынокта қымбат тұрады. 300.000-400.000 тұрады бұндай. Тем более пептидный коллагендер 300-400.000 тұрады. Неге біздің Coral Club'тың коллагені арзан? Себебі біздер заводтан прямой алып отырмыз. Әр дистрибьютор заводтан прямой алып отырмыз. Егер де бұны прямой заводтан алмай, бізге прямой компания бермей, делдал арқылы орта жолдағы тасушылар бар ғой, делдал арқылы келетін болса, мысалы, бірнеше қолдан бірнеше қолға түсетін болса, әрине бұл 300-400 мың болған болар еді. Ал біздер тікелей алып отырғаннан кейін, бұны небәрі біздер 72 мың теңгеге алып отырмыз. Алдыңғы айда скидка болды, 65 мың теңгеге қаншама партнеріміз осыны алып қалды. Міне осындай артықшылығы бар, біздің коллагеннің осындай керемет артықшылықтары бар. Пептидный, жидкий, сосын морской, дозировкасымен, сосын гидролизованный. Гидролизованный деген клеткаға сіңімді деген сөз. Міне осындай артықшылықтары бар. Сондықтан да осы Coral Club компаниясының коллагенін тұтынуды ұсынамын. Мен өзім 2 упаковкасын тауыстым, 1 упаковкасында 10 болады, 20-сын тауыстым. 8-шісін ішкенде мен өзімде уже результат байқай бастадым. Коллаген не только бетте, не только әжім, ол сіздің ішкі құрылысыңызда почканы көтереді, матканы көтереді, бүкіл бұлшықеттің барлығы коллагеннен тұрады деп айттым, соның барлығын бұлшықеттің связкасын тығыздап нығыздайды, қатайтады. Босанған әйелдер әсіресе ішу керек, кімдер ішу керек, барлық адам ішу керек, не только кішкентай баладан бастап, барлығы да кормящими, беременный бәріне ішу керек, себебі біздің организм барлығы да коллагеннен құралған. Сондықтан сіздің көзіңіз жақсы көру үшін, бұлшықетіңіз жақсы даму, нығыз болып тұру үшін де, буындарыңыз сүйек жақсы жетілу үшін, буындарыңыз жақсы болу үшін, шашыңыз жақсы здоровый шаш болу үшін, тырнақтарыңыз здоровый болу үшін, кожаңыз здоровый, гладкий болу үшін, клеткаңыз жаңару үшін сіз коллаген қабылдауыңыз керек. Сіз постоянно коллагенді қабылдап отыратын болсаңыз, ол сіз уже жасушаңыз жаңара береді, жаңа жасушадан новый жасуша туады деген сөз. Мысалы, клетка ғой, жасуша деген клетка, мен қазақша кетіп жатырмын ба? Клетка деп айтайық, көп адамдар түсінбей қалып жатады. Клетка деген, мысалы, 90 күн сайын, жалпы әр организмнің клеткасы өзінің уақыты бар. Мысалы, қан 90 күнде жаңарады, 2 айда, 3 айда деген сияқты өзі клеткалар бөлініп отырады, Сол, если сен здоровый клеткадан здоровый клетка туады ары қарай. Ал сен егер организмге витамин жетіспей жатырған, белок жетіспей жатырған клеткадан әрине сау емес клетка туады, содан ары қарай ол организм жайлап бұзыла береді. Ондай анадан уже сау емес бала туады деген сөз. Сондықтан организм ең бірінші мықты болу керек. Өзімнің результатымды айтып жатырмын бана.
8 күн ішкенде мен бетімде уже омоложение, мына бетім кәдімгі қызарып, өңім, реңім беріп, гладкий болды кәдімгі. Өзім байқадым, ешқандай крем ештеңе жақпай ақ та, біртүрлі шелковистый кожаң дейтін гладкий болып тұрғанын байқадым. Кожаң сондай болады. Тырнақ өз алдына, мен Коралл Клубтың суын ішкеннің өзінде мен тырнағым здоровый тырнақ болды прямо. Мен бұрын тырнағым жабысып қалатын еді. Ешқандай тырнақ өспейді, сынып қала береді. Мен постоянно маникюрмен ана тырнақ жасататын бар ғой. Соны жасатып алып жүретін едім. Тырнақ тұрмайды маған. Осы жалпы Коралл Клубтың суын қалай іштім, солай менің тырнағым қызыл, томпайып, ешқандай қап-қатты сынбайды, сондай тырнақ болып шықты. Шашым ешқандай түспейді қазір, жылтырап. Шаш табиғи өң береді. Жылтырап табиғи өңі бере бастады. Ол мен бұған дейін қаншама шампуннан шампун қоймай шампун іздеп жүретін едім. Ол оказывается ол шампуннан емес, біздің ішімізде жетісіп тұрса, барлығы біздің сыртқы внешний вид тоже здоровый болып тұрады. Соны мен өзім шаштан соны түсіндім. Мен дейтін неше түрлі қымбат шампундар аламын, қымбат солай іздеп жүріп, ана шампун ұнамайды, ана шампун шашыма жақпайды деп жүрсем, олай емес. Коралдың суын ішкеннен кейін менде уже шашымның структурасы өзгерді. Жылтырап, өң беріп, табиғи, ешқандай шашым түспейді. Даже беременный болсам да, бала емізіп отырсам да менің шашым түспейді. Ол бала еңбектеп жүргенде, талпынып жүргенде бала шаш түседі деген өтірік нәрсе, потому что сенің фермент құрамында жетпей жатыр, бала сорып алып кетіп жатыр, сенде жетпей жатқаннан кейін шашың түсе бастайды. Сондықтан сен оны жеткізу үшін керекті қоректі алып жеп отыруың керексің. Тамақпен бірге жемейді әрине. Да, шынында біздер күнделікті брокколи жемейміз, бана капуста күнде ет аспаймыз, да, күнде құнарлы тамақтарды көп қабылдауымыз керек. Біздер қоректі полноценный алу үшін витаминді біздер көп қылып бір келалап жеу невозможно, да, мысалы орехтарды, мысалы құнарлы тамақтарды жегіміз келсе, оны көп қылып жей алмаймыз, сыймайды асқазанымызға. Біздің компания жалпы соны кішкентай қылып дозасын кішірейтіп тұрып, бадай қылып, биологически активный добавка қылып, тамақпен бірге ішетін қылып бізге беріп отыр. Соны тамақпен бірге қабылдап отыруымыз керек. Сонда организм уже өз-өзін полный керекті қоректің затын бәрін аламыз. Қазіргі таңда біздің ауамыздың өзі лас, суымыздың өзі лас, иә. Сондықтан міндетті түрде Коралл Клуб компаниясының суын ішкендеріңіз дұрыс. Себебі құрамында 70 түрлі минералды элементпен байытылған. Бізге минералды су керек. Мысалы, адамдар сұрап жатады. Қазір мен коллагенге тоқталам, жалпы сумен байланысты болғасын айтып кетіп жатырмын. Жалпы адамдарға келгенде айтып жатады, суды қашан ішем, 1 ай ішем ба, 2 ай ішем ба дейді. Су өмір бақи керек бізге, өмір бақи су ішеміз. Вода всем нужна, да? А еда тоже всем нужна. Тамақ ішеміз. Бүгін нан жеймін, ертең нан жемеймін деген, ертең тамақ жемеймін деген болмайды ғой. БАДы да тоже сондай биологически активный добавка бізге постоянно керек деген сөз. Мысалы, алдында да айттым, Жапонияда жұмысқа қабылданада резюменің бір бөлімінде БАДы принимайте БАДы деген пункт болады екен. Принимайте етпесе жұмысқа алмайды екен. Оның денсаулығы уже сыр берген деген сияқты. Денсаулығына қарап. Сондықтан да уже дамып кеткен елдерде уже БАДыды принимайды. Бізде Қазақстанда енді адамдар түсініп БАДты принимать етіп жатыр. БАДы это не лекарство, просто еда деп қабылдаңыздар. Тамақпен бірге жейтін еда деп қабылдаңыздар. Сол кезде здоровый организм болады. Мына соны бана айтайын дегенім, шаштан шығып кетіп жатыр. Мен шашым здоровый, сусылдап өзінің табиғи реңін беріп тұрған шаш бола бастады. Сосын байқағаны, мен 6-сын, где-то 8-сын ішкенде коллагеннің мына қабақтарым көтеріле бастады, мына жерім тартыла бастады. Өзім байқадым кәдімгідей, мына жерім бұрын түсіп кеткен еді. Мына носогуб дейміз ғой, сол тартылып, қабақтарым жоғарыға тартылып, біртүрлі мына беттерім оваль шыға бастады. Өзім кәдімгідей результат көріп, кәдімгідей шок болдым шынында. Коллагеннің қандай күшті екеніне прям 20-сын тауысып іштім, берсе алға тағы да осы алатын боламын, ішетін боламын. Мен коллагенді не үшін бастап іштім? Мен бұған дейін бала емізде маған коллаген пока болмайды деп жүрдім. Мен біздерде марафон болып жатыр. Фатлав дейтін марафон болды. Сол кезде тренер барлық жолды көрсетіп, тренерім обязательно ішу керексің деп айтты. Коллагенді ішу керексің деп. Маған кешкісінге ұсынды. Коллагенді негізі на ночь жатардан бұрын 2 сағат бұрын ішкен дұрыс. Себебі бұның құрамында бана айттым, жүйке жүйесін тұрақтандырады, ұйқыны тұрақтандырады, миды тыныштандырады, құрамында глицин бар. Сол ұйқыңыз тыныш түнде адамның жалпы клеткасы
кешкі уже 9-дан бастап түнгі 3-ке дейін, таңға уже 4-5-ке дейін уже әр клетка обновление болады, түнде болады біз ұйықтап жатырғанда. Сол кезде мына клетканың бір жағынан обновлениесіне әр миымыз тыныштанып, клеткамыз сол уақытта обновление болады. Сол үшін түнде ішкен өте полезно болады бізге, сіңімді болады, результаты өте жақсы болады. Сондықтан наны ішкен жақсы. 1-2 сағат ұйықтамастан бұрын 1-2 сағат бұрын ішіп аласыздар. Бұны обязательно осыдан кейін 1-2 стакан су ішіп жүру керексіздер. Коралл суын ішкендеріңіз дұрыс. Әрине, біздің любой витаминді коралл суымен ішу керек. Коралл суымен сіңіріледі, коралл суы арқылы сыртқа шығарылады. Біздің коралл суы токсин, шлактың бәрін сыртқа шығарып отырады. Датауы мен қай жерде шығатын шлак шығу керек, кал арқылы, моча арқылы, тері арқылы шығып отырады, я. Мен мысалы өмір бақи 10 жыл, өмір бақи дейінші, 10 жылдан да көп. Мына черный точкамен алысып келетін, неше түрлі маска, неше түрлі черный точка нәрсесін алатын едім. Қай компания барсам да соны алатын едім, я. Қазір өзінен өзі мен мына кораллды суын 2 ай ішкеннен кейін менің мына черный точкам бір 3 айдан кейін ба өзім байқап қалдым, бұған емес қарамайтын, өзім байқадым, мен черный точкам кетіп қалыпты ғой деп. Ол ойлаймын артынан су тері арқылы шығарады сені шлакты. Сол мына шлактың бәрін, по-моему, шығарған. Черный точка жоқ менде қазір былай қарағанда. Черный точка дейтін шлак қой тұрған барлығы да. Қолтықтағы иіс, шуаш, аяқтағы шуаш, барлығы да шлак. Зашлакованный организм өт дұрыс жұмыс жасамайды ба. Сол себепті организм шектің бойы толып тұр, организм зашлакованный болып тұр. Сол шығалмай тұр. Сол коралл суын ішетін болсаңыздар, ол барлық шлакты шығарады. Одан бөлек сіздер 90 күндік концепцияны ішетін болсаңыздар, полный таптаза боласыздар. Ол енді өте керемет болады. 90 күндік концепцияны, әрине 90 күндік концепциядан өтіп барып коллагенді ішетін болсаңыздар, өте сіңімді болады сіздерге, өте пайдалы болады. Сондықтан негізі ең бірінші 90 күндіктен өткен жақсы. Жаңадан қосылып жатырғандар болса, 90 күн деген бізде программа бар. Бірінші ай детокс ішіп тазаланасыз, шектің бойын, екінші ай паразиттерінді өлтіресіз, үшінші ай полный клеточный орган, лимфаны бәрін тазалайсыз. Сол кезде организм тап-таза болатын болады. Содан кейін барып ішетін болсаңыз, мына шектің бойы тап-таза, ішкен витаминнің барлығы да мына сіңіп кетеді. Керемет болыпсында сізде барлығы. Ал тазаланбай енді кімде зашлакованный, ол уже мына сіңімі 20% ғана сіңеді, қалғаны төмен қарай түсіп кете беретін болады. Сондай пайдасы. Міне біздің коллаген 8 уже 10 күн адам 10 күндігін алатын болса, міндетті түрде результат алады. Результаты болады. Мен өзім көріп отырмын, себебі результатын өзім көріп отырмын. Кәдімгідей кожа дейтін прямо шелковистый болып, біртүрлі гладкий болып, сондай болып қалады. Өте күшті. Эластичность береді бұл, упругость береді кожаға. Себебі сол құрамындағы амин қышқылдарының атқаратын қызметіне байланысты. Осындай керемет не бар. Сосын енді егер сол коллагенді бана кімдер ішу керек? Тек қана ол әйел адамдар ішеді деген емес, ер адамдар, любой кішкентай бала да бәрі де ішу керек. Себебі балаларға да витамин керек, белок керек, балаларға да белок керек. Белок бұл жетіспесе, ол қазіргі балалар тем более ет жемейді. Байқайсыздар ма? Қазіргі бала ет жемейді. Бана шәкір-шүкір манты дейді. Енді мантымен алдап сулап берем. Менің үйімде балалар тоже ет жемейді. Манты жейді, пельмен жейді, шулай жейді. Ет жемейді, көбіне май жемейді. Құйрық май дегендерді мүлдем жемейді. Самый негізі, мысалы біздің белокты біздер сондай тамақтардан алуымыз керек, бұрынғы біздің ата-бабаларымыз қандай болған, бір қойдың етін өздері жеп алған. Күнде ет жегенде, олар еттің өзін жеген, нан салмаған баяғыда. Қаншама белок, мысалы, күнде ет жейді олар, майдың өзін жейді, мысалы. Олардың барлығы дені сау болды, 90 жасады, 100-ден асып жасады. Мықты болды денсаулықтары. Қазір неге денсаулықтары мықты емес? Себебі құнарлы тамақ жоқ. Ешқандай құнарлы тамақ жоқ, құнарлы тамақ жеп жатырған жоқ. Мысалы, мен үйде балдарыма, мысалы, құйрық майды ертіп берсең, жемейді, иісінен, даже құйрық пісіріп жатсам, иісінен қашады. Мысалы, біздер мысалы майды ертіп жеп, шет жағасын болса да көріп қалдық, құнарлы тамақтың шет жағасын болса да көріп қалдық. Ал қазіргі балдар мүлдем чипсы, крешки жейтіндері, жастардың ішетіндері, энергетикалық сусын деген сияқты бүкіл организмнің барлығы да толған токсин дегенге толы болып тұр. Ешқандай құнарлы тамақ жемейді. Сондықтан да барлық үйдегі барлығына да осы коллагенді ұсынсаңыздар болады, ішкізе беруге болады. Қазіргі таңда аутизм дейтін ауру өте көбейіп кетті,
аутизм сол самый коллаген, белок жетіспегеннен болатын нәрсе коллаген. Коллаген сол деген сол белок біздің бүкіл организміміз белоктан тұрады деген сөз. Сол жетіспей жатыр аутизмде. Соған көбіне мына глицинді көп сол қолданады. Глицинді тек өзін жеке қолданғаннан гөрі коллаген сияқты коллагеннің ішіндегімен бірге қолданған өте сіңімді болады екен. Сондықтан да балаларға беру керек. Аяғы ауыр әйелдер көбірек ішу керек. Себебі кішкентай балаларда неге жаңа туған бала аурушаң болып туады? Неге жаңа туған баланың дисплазия деген көбейіп кетті қазір, байқайсыздар ма? Екінің бірінде дисплазияда ұшып түспей қалу, дұрыс дамымай қалу. Себебі ол уже бала беременный адамның сүйегінде дұрыс жетілмей қалған, хрештері дұрыс жетілмей қалған нелер сол балаға беріледі де, ол баласында, жаңа туған балада сүйек аурулары пайда бола бастайды әртүрлі. Грижа, мысалы қазір протрузия, гриж, артроз, небір көп, соның барлығы да сол жетіспегендіктен болып жатыр былай қарағанда. Сондықтан да құйрық май жесе, әрине құйрық май дегендерді жесе өте жақсы. Ет жесе, құйрық май жесе өте жақсы. Мысалы вегетарианстар ет жемейді, оларға обязательно мысалы осы неден алған, коллагеннен алған дұрыс. Қазіргі енді углевод, сахар дегендерді көп жейді балалар, торт, мучной дегендерді көп жейді. Сосын тағы бір айта кететіні, коллаген ішкен уақытта секерді азайту керек. Сахар вообще мүлдем жемеу керек. Сахар дейтін самый айтады ғой, белый яд деп айтады, негізі сахарды мүлдем жемеу керек. Сондай, осы коллагеннің жалпы пайдасы өте көп. Осы біздің соның ішінде айтайын дегенім, біздің коллагеннің құрамында составы өте жоғары, дозасы өте жоғары. Біздің тамырымыз, даже мына қанның құрамындағы плазма, сарысу бар ғой, қанның құрамындағы сарысудың өзі коллагеннен тұрады, сарысудың өзі коллагеннен тұрады. Сондықтан керек, қанымызға да керек, біздің миымызға да керек, барлық жерімізге де керек. Сондықтан коллагенді пайдаланған өте тиімді. Сосын коллагенмен бірге карал суын қосып ішу керек. Сосын карал суының, біздің карал суы желчная вода дейміз ғой, қанның плазмасының құрамымен бірдей екен. Қанның плазмасының құрамымен. Қанның өзі плазмадан тұрады ғой, сол плазмасының құрамымен бірдей. Біздің клеткаға өтеді, мысалы клеточный өрмен ары қарай тез сіңеді, су деген тез сіңеді. Жай су ұзақ сіңеді, ол деген клеткаға сіңу үшін оған 12 сағаттан астам керек. Біздің карал суы 15 минутта сіңеді екен клеткаға. Мысалы жай суды ішіп, ұйықтар алдында жай су ішсеңіз ісіп кетесіз ғой, себебі су клеткаға сіңбегеннен кейін адам ісіп кетеді. Каралдың суын ішетін болса, ешқандай да адам ісініп кетпейді. Сосын мына ненің тағы да айта кететіні, коллаген 25 жасқа дейін бөлінеді, 25 жастан бастап коллаген ішу керек дейміз ғой. Енді коллаген жас кішкентайларға өте көп, постоянно ішпей, 20 жасқа дейінгілерге бір курсын алып ішіп қойса болады. Уже 25-тен асқан, 30-тан асқандар уже коллаген өзі бөлінуін тоқтатады организмде, уже коллаген жетіспейді. Содан кейін уже біздің организміміз 90% коллагеннен тұрғаннан кейін, коллаген жетіспегеннен кейін организм қурай береді. Әжім түсу, әртүрлі сүйектің сырқырауы, көзді көрмеуі деген сияқты, соның барлығы коллаген жетіспегеннен болады. Сол себепті постоянно алып отыруымыз. Осыны алу керек. Ешқандай остеопатқа бармай-ақ, мысалы остеохондроз, қазір грижа деп жатырмын ғой, сол остеопатқа бармай-ақ осы коллагеннің өзімен қалпына ерте жастан ішіп қалпына келтіруге болады. Мысалы көп жағдайда адамдар остеопатқа барып, мысалы қисық өтті түзетіп, почкасын көтеріп, матканы да көтеріп жатыр. Сол барлығы матка түсіп кету, почканың түсіп кетуі, барлығы осы ненің коллаген жетіспеуіне болады. Себебі бұл коллаген деген каска не ғой, андай бүйтіп ұстап тұратын қыш сияқты. Барлық организмді, тканьді, біздің тканьдерді бір-бірімен байланыстырып тұрады. Клетка, оның арасында ткань болады. Сол ткань, клеткалардың бәрін байланыстырып, бір-бірімен бүкіл организмді байланыстырып тұрады нәрсе. Сол себепті керек. Сол себепті бана почканың түсіп кетуі, матканың түсіп кетуі деген. Бұл бетте уже сізде, бетте результат көріп жатырсыз ба? Сіздің ішкі организміңізде де уже результат болып жатыр деген сөз. Прямо бізде бір қыз өзі күшті результат алды. После кесарева тыртығы кетіп,
кеткен. Тыртық кәдімгідей кетеді, себебі регенерацияға өте жақсы көмектеседі. Кез келген тыртық, шрам дегендер өте кетеді осыдан. Ішкен біразын енді 1 ай курсы, 2 ай курсы, 3 ай курсы ішкеннен кейін. Міне осындай керемет біздің коллагеннің пайдасы бар. Біздің артықшылықтарын айтып өттім. Неге басқа компанияның коллагенінен біздің Coral Club компаниясының коллагенінің артықшылығы. Сондықтан бала ойбай тек қана өзім мен мысалы зерттеп қарамайынша, мысалы біздің компанияның артықшылығын білдім. Осыған мысалы Coral Clubқа келмегенге дейін мен мысалы коллагеннің осындайда өте құнарлы коллагеннің бар екенін білмеппін. Мысалы составының қаншалықты составы өте мықты. С витамині бар құрамында, В витамині бар құрамында. С витамині ол керек біздің. С витамині постоянно ішіп отыру керек негізінде. Құрамында С витамині бар, тоже организмнің жасаруына, омоложениеге әкеледі. Осындай. Енді сосын біздің коктейль, егер де коллаген бізде 72 мың теңге тұрады. Егер де коллагенге қалталарыңыз позволять етпесе, бізде коктейль бар. Coral Club компаниясының коктейлі бар, құрамында коллаген бар, бұның құрамында. Коллагені бар құрамында. Осыны алып ішсеңіздер де болады. Бұның құрамында тоже бар, біраз витаминдер бар. Бұл тоже коктейль, тоже коллаген. Белок тоже белок, значит, тоже құрамында коллаген бар. Мысалы, көп адамдар ойлайды, коктейльді тек қана спортсмендер ішу керек екен деп ойлайды. Олай емес, барлық адам ішу керек. Себебі белок бәріне керек, иә? Сондықтан да барлық адамда коктейльді кішкентай балаларға есіп берсеңіздер өте күшті, мысалы, миының да дамуына, бұлшық етінің, сүйегінің бәріне өте жақсы көмектеседі, иә? Осыны берсеңіздер болады. Құрамы өте бай витаминдерге өте бай. 15 мың теңге тұрады. Осы коктейльді алып бере берсеңіздер болады. Не только спортсмендерге, ол барлығы да ішу керек. Спортсмендер ішеді, себебі мышцаларын қатайту үшін ішеді. Питание керек оларға, көп энергия, күш жұмсайды, сол себепті питание керек. Барлық адам осы іше беру керек. Белок өте қажетті нәрсе. Осындай. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Коллагеннің 1 ай, 2 ай, 3 ай ішсеңіздер уже күшті результат көресіздер. Ақшаларыңыз болмаса, ақшам жоқ, қалай алам, қайдан алам десеңіздер, бизнес жасаңыздар. Coral Clubқа командаңызды өсіріп, Coral Clubта бизнес жасайтын болсаңыз, сіз спокойно өзіңіздің қалаған продукцияңызды алып ішіп отырасыз. Ақшам жоқ демеңіздер, наоборот, өзім тегін ішіп отырам деп жұмыс жасаңыздар. Тіркелген болсаңыз, тіркелетін болсаңыз, наставник барлығында сіздерге көрсететін болады. Солай өздеріңіздің қалаған продукцияңызды ішіп отыра аласыз. Балаларға болады. Мен көргем алда ютубтан кішкентай балаға беріп қойған, 1 жаста. Өзі бүй төгіп тастайды ғой. Труб алғанда ашып трубка салып қойған. Трубка салып қойған, трубкамен бала ішіп отыр. Мен дейтін, тәтті ғой мынау деген, мен кішкентай үйдегі қызым дейтін бақырып жылап сұрап ішіп алады. Балам да кеше күшті екен деп енді алып берейін деп отырмын бәріне. Өзім ішіп алайын бірінші деп. Дәмі дейтін қышқыл, бір түрлі апельсиновый вкус, С витамині бар, кішкене қышқыл құрам. Өте приятно ішуге, өте жақсы, сіңімді, ұйықтар алдында ішіп аласыздар да. Еще бізде мынандай темный бутылкада сақталып тұр, себебі бұл күн сәулесін өткізбейді. Осындай стеклодағы темный неде сақталу керек, себебі өзінің свойствосын жоғалтпау үшін осындай темный стеклода сақталады. Прямой заводтан келіп отыр бізге. Ешқандай поделка емес, ешқандай барлық сертификаты бар. Біздің компанияның GMP сертификаты бар, ISO сертификаты бар, барлық международный стандартқа сай сертификаттары бар. Сосын айтпақшы, халал ма деп сұрайтындар бар. Халал ма деп сұрайтындарға самый халал коллаген, ол морской коллаген. Себебі ол говяжий коллагенді қандай жолмен сойылғанын малды білмейді, мысалы неде Кореяда шошқаның коллагендері бар, даже
шошқаның терісінен жасалатын коллаген бар, птичий коллаген бар дедім. Самый нағыз халал осы біздің морской коллаген, балықтан алынады. Осындай коллаген туралы сұрақтарыңыз бар ма? Детский витаминдер туралы айтасыз ба дейді. Детский витаминдер ең бірінші детский негізі кеше айтылды. Антипаразитарныйдан өткізген жақсы бірінші, сосын барып антипаразитарныйдан өткізіп барып витаминдер беретін болса, балаға өте жақсы сіңімді болады. Бізде иммунитетін көтеретін абрикотап деген бар, жасына қарай кішкентай балалар болса, ямивиц бар, детский омега бар, сосын папайя бар, бере берсе болады. Бикурунға тоже бола береді балаларға, шектің микрофлорасын жақсартады. Сосын С витамин берсе болады, чеснокта болады, қосып қазіргі қыстың мезгілінде беруге болады. Сол ямивиц 2-3 жастағы балаларға өте жақсы, мармелад сияқты жеп қояды. Абрикотап та жақсы, дәмі тәтті, соларды берсе болады. Омега сосын үзбей берген жақсы. Негізі балаларға витамин берілу керек. Себебі қазіргі балалар тамақ ішпейді, витаминді беру керек бала развитиясынан. Тісі қазіргі байқасаңыздар, қазіргі балалардың тісі шықпай жатып сынады, тістері шамалы. Себебі ол да тоже белок жетпегеннен болады, бала дұрыс тамақ ішпейді, содан болады. Ер адамдарға иммунитет негізі бірінші полный 90 күннен өткен жақсы ғой, ер адамдарға да иммунитетін көтеруге бізде суын обязательно бірге ішу керек. Не бар? Алтимид деген бар, барлық витамины бар құрамында. Алтимид бар, соны берсе болады. Омега ішсе болады. Барлық алтимид, барлық құрамында барлық витамины бар. Соларды берсеңіз болады. Спирулина бар, хлорелла бар, оны да қоса ішуге болады. Жалпы иммунитет көтереді, ол сумен даже спирулинаның өзін іше берсе, спирулинаның өзінде қаншама күшті пайдасы бар. Коллагенді алуға пока жағдай болмай жатса, сол спирулинаны, коктейлді алып іше берсе болады. Біздің өнімдер деген енді қай-қайсысы да күшті айта берсе, қай өнімде өте жақсы, керемет. Енді любой компанияның продукциясы бәрі өзінше, әркім өзінің таңдауына қарай ғой. Енді біздің компанияның артықшылығы сумен сіңіріледі, сумен сыртқа шығарылады. Маған сол ұнайды, су бар. Басқа компанияда ешқандай біз коралловый кальций суы жоқ, 70 түрлі минералды элементі бар, су жоқ. 90 күндік концепция жоқ басқа жерде. Антипаразитарный программа жоқ детский басқа жерлерде. Бізде барлығы готовый системамен, дайын система болып беріліп тұр. Иммунипек, нутрипек деп пек болып беріліп тұр. Барлығы да қарасаңыздар. Барлығы дайын, готовый барлығы. Сонысымен ерекшеленеді біздің компания. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, қойып алайық. Балаларға беруге болады, коллагенді болады беруге. Здоровый болу үшін, барлық сабақты жақсы оқу үшін балаларыңыз, миы жақсы даму үшін, сүйегі мықты болу үшін. Қазіргі балдар хрусталь сияқты сынғыш келеді, байқасаңыздар. Травмпунктте бала деген мысалы әлсін тек сынып қалған бала өте көп шытынап жүгіріп батыр құлап қалып, бәрі де осы белоктың жетіспегеннен болып жатыр. Мықты, дені сау болсын десеңіздер, спортқа барып, жақсы баланың денсаулығы мықты болсын десеңіздер, осы витаминдерді, жалпы коллагенді, белок көбірек берілу керек. Тамақтан алмаған жағдайда витаминмен қосымша берілу керек балаларға. Әйел адамдарға да солай. Мықты, жаңа дені сау бала туу үшін беременныйларға и кормящийларға да ішу керек. Жақсы, рахмет, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Уақыттарыңызды алмай эфирді сақтауға тырысам. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.